Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен балық сорпасын жасау рецептімен бөлісемін. Ең пайдалы сорпалардың бірі. Сорпаның дәл нұсқасы болмаса да, күнделікті асханада жасауға болады. Сорпа балықтың басынан жасалды. Мен қуырғанда балықтың басын қуырмай сорпаға пайдаланам. Ол үшін бізге 2 балықтың басы, кішкене балық бөлігі, 2 картоп, 1 сәбіз, 1 пияз, 2 сарымсақ бөлігі, 3 ас қасық тұз, жарты шай қасық кориандр, жарты шай қасық қалампыр, 1 шай қасық қара бұрыш, 3 лавр жапырақ қажет. Пиязды үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Сәбізді дөңгелектеп тураймыз. Картопты да үлкен бөліктерге бөлеміз. Сарымсақты жұқалап турап аламыз. 3 литр суды қайнатып, үстінен 3 ас қасық тұзды, дәмдеуіштерімізді, лавр жапырағын, сәбізді, пияз бен сарымсақты салып 15 минут қайнатамыз. 15 минуттан кейін балықты салып 7 минут қайнатамыз. 7 минуттан кейін картопты салып 15 минут баяу отта пісіреміз. Балықты салғаннан бастап сорпа баяу отта қайнауы тиіс. Сорпамыз дайын, үстіне аскөк пен ақ желкен салып, дастарханға ұсынуымызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.